Грузия еліндегі түсірілімді жалғастырамыз. Енді бұны айтып жүрік, жалпы СНГ бойынша ең үлкен автобазар. Қазір қасында Наурызбек, өздеріңізді көріп, біліп, танысып қалдыңыздар. Және Наурызбек сұрап жатсыздар ғой. Осы жолы Наурызбекпенен эксперттік жаңа қызметін көзқарас. Бүгін күніміз дейін ба, бүгін кеше күшті болып тұрады, күн керім болып бірде біресе көл, біресе шөл болып тұратын елі өзі кішкене ауа райы. Мына Lexus ES-тен бастап жатырмын. Мынаны енді қойке алдында айтып отырдық қой, біз ана кешегі бір көк Prius шықты ғой, ана жерде тұрған есіңізде ме? Алдында ма? Иә, 20 000 долларға оның бағасына Хайландер алған тыныш емес па деген сияқты. Мынау солда сияқты, на вкус и цвет қалайша любители, бірдемесе нет дейтін сөз бар, орысша қызығасы, орысша да кете береді. Мынау бірақ полный привод Lexus екен. Мына енді американский версия болып келеді. Кейбір адамдар маған салыстырмалы түрде хабарласып отырады, мына Кореядағы Lexustарды жіберіп. Корейский Lexus, ол корейский, для корейского рынка. Японецтен ол Кореяға келген. Мынау как мильмен жүреді. Мынада бірақ бір айырмашылығы, Кореяда көбінесе мен білетін Lexus передний привод. Мынада бірақ айырмашылығы АВД деп тұр, АВД дейміз, яғни полный привод тұр мынау Lexus. Так, корейский қандай сонда полный? Корейский негізі көбінесе передний, но комплектацияға байланысты деп ойлаймын өзімше. 250 екен, скорее всего, лакшери комплектация болу керек, но полный комплектация ұқсап тұр. Мені жалқы тұр ғой қазір. Іштері несіне қарағанда, салондарына былай бет әлпетіне қараған біздерін жүргесін, көп жүргесін айырамыз ғой осыны. Целом енді вин-кодын түсіріп жіберуге де болады. Мынандай халыққа скриншот жасап, қарап, ерінбей дегенде. Мынау уже 21 жыл модель екен бәсе, 49 000 мильмен тұр екен, оны бірде алта көйткеніміз, где-то 76 000, 70 000 айналасын шатшады, олейм. Жеке ойым. 25 500 сұрап тұр да? Нормально ма бағасы? Негізі бағасы былай нормально, бірақ енді саудасы негізге егерде 20 000 доллар, 21 000 долларға дейін келтірсе, расам несі бар, жеткізетіміз бар, обеспечение документі бар, Россияның ішіне өту үшін, реэкспорт бар, оформление яғни біздің жалпақ тілмен айтқанда. Сонымен жеткізуімен примерно рассамышысы бар. Рассамыш 2-5 болғанмен, алдында сізге айттым бір видеода, то что рассамышкіде өзінің үкіметтігіміз бекітіп қойған кестесі бар, сеткі деп атайды біздің перекупщиктердің тілдерінің айналасына. Мерс, BMW бірінші жүреді немістерден, содан кейін Lexus, Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan кете береді уже дальше. Асылы ходовой еместерге. Біздің енді кішкене үкіметтің билікке политика араласқанымыз, бірақ в основном сетканы сөйтіп жасақ қойды, ходовой машинаға основной спросын болып тұр. Енді Mercedes BMW всегда за бренд төленеді. Даже салонның өзіне алғанда да біздің Қазақстан қалай солай за бренд төлейді. Бағасынан бөлек. Иә, бағасынан бөлек, иә. Целом деген, мысалы, бұрын ана Toyotаның, Lexus'терінің японец түрлері бар ғой, бір Toyota Crown Majesta дейтіндер, анау прям представительский классқа жынды Mercedes BMW-ден кем емес жүреді. Зато кішкене мықтылау. Электроника аздау деген сияқты. Жылы қай жылғы болды сонда? 21 жылы. 21 деп тұр ма? Мана Краунда сияқты, зато бұларда арзандау шықса, зато сол комфорт бар. Но Mercedes пен BMW-да комфорт тоже бөлек қой. Но ол жерде просто за бренд төленетіні жаман болып тұрды. Мына жерде мысалы екінші Lexus тұр, салыстырмалы түрде келген. Мына жердің көз айырмашылық, мына бамперіне уже мынау жылы жақындау көрініп тұр. Мына жерінде уже мынау. Но да, бірақ, в принципе, не полный комплектация сияқты, меніңше. Мынау әдемі қара. Мынау 23. Бірақ мынау негізі әдемі, мынау побаще. Мынау вроде бір андай, мынаның 500 түрі бар, LS. Соған келтірген екен түрін кішкене бет әлпетті. 21, анау 23 бірақ. Мынау 21, мынау 23, бірақ екеуі бет әлпетте бірдей. Сол модель ғой енді. Қара әдемі. Просто бамперінен айырмашылық бар екен кішкене. Жалпы в целом базарда Lexus көп, бірақ көп адам сұрап жатады, қанша болады, қанша, қалай, бәрі қанша ғой, қалтасына қаратай ғой, қалтаға қаратай көсел демекші. В целом Lexus'тер жақсы, бір жалыбы жоқ, Lexus десе жоғары жүретін машина ғой. Негізі мен Camry'дің орнына қазір 55-70 алғанын ғой, ES ал дейтін Lexus ES гибрид 300H дейтіндер ғой. Бюджетіне болады, 5-6 миллионның айналасы машинаның өзі бар. 6 миллион жарымға, может плюс-минус 7 миллионға дейін шығар. Где-то среднем барып қалатыны. Зато тиbilген, қорланған, зорланған емес бір дейіндіріш машина аласыз, сол бағаға. Зато Lexus'тың наобороты көп деп, память сидений, жаңағыдай, не бар, шторка, біраз нәрсе бар да, үшін задний плавающий деген сияқты. Ал келесі кезекте Forerunner көп сұрап жатқан көліктердің бірі. Forerunner'ға келіп қалып жатыр. Біздерде бұрын ана бір
крузак мода болып кетті ғой Land Cruiser. Жүз Ага. бір екінің бірі ақшасы бар да, жоғы да охотаға баратыны бар, рыбалка баратыны бар, общем бастығы бар, мекеменің астында да жүрді деген сияқты. Қазір енді солардың бәрі көріп жатқан шығарсыз қой, неде жүр ғой. Эвакуаторға прицеп тіркеп алып, эвакуатор болып мына Қарғостан Россия қаратай көлік тасып жатыр ғой айтқанда. Не Чымпеттің жігіттері прям тапқырлығы молодцы, мен ризамын. Чымпет жақтан не шықса да жақсы нәрсенің барлығы Чымпеттен шығады деймін ба. Пайдаланып тұр ғой машинасын бәрі. Пайдалана біліп тұр, зато налогында бәрінде общем өзінің сайма-сай кәдімгі достойно пайдаланып тұр машина. Мына екі форанер келіп қалдық қой, неге келіп қалдық? Екеуі бірдей машина. Жылы да почти бірдей, жылы да бірдей, 21 екен екеуі де. Бірақ мына бет әлпетіне қарасаңыз, мына мордысы ауысқан, көрдісіз, сосын мынау ТР-ді қылып, увеличенный, усиленный пружин, амортизатор соны салған екен. Мынау более как далалыққа ғой, внедорожный. Мына дөңгелегінің өзі, анау мен ана екеуін қарасаңыз, мынау уже грязевой покрышка, мынау Goodrich дейтін. Риза боламын да кәдімгідей. Мынау таза. Қапап жүре береді ғой. Ер мінезді көлік қылып қойған, көрдіңіз соны алдына лебедка салған дегенде, мына фонарь салған. Жалпы целом мынандай по-своему не қылып дайындаған. Жалпы мұны дорогой удовольствие негізге түсінген адамға, біздің Қазақстаннан жиналатын болса. Сосын фарларын ауыстырған екен, скорее всего, менің ойымша передний повреждение сияқты деп ойлап тұрмын для себя. Бүйтіп қарап жүрсіз. Бұлай енді жаңбырдан да дұрыс көрінбеді, но в целом бір бет әлпеті капот өзінікі, бірақ может быть андай бір слегка болады ғой, түрт жіберді деген сияқты, сондаймен сол жасап соңғы. Мынаны қарасаңыз, уже мына заводской заңды фары мынау. Мысалы, өзінікі, однолинзовый. Мына 20-шы жылғы модель, ма айтқаны уже кішкене басқаша ғой. Мына негізгі көбінесе осы мынада воздухотвод бар екен, капотта мына не жоқ. Но скорее всего комплектацияға да бөлінеді. LE, XLE, SE деген сияқты бар, XSE камерада бөлініп отырады. Соны деп ойлап тұрмын өзім. Ақтау жақсы алады, Ақтаудың кісілері осы. Қазір мана айтып отырмын, крузактың дәуірін бітіріп, көбінесе неге көшіп кетіп жатыр. Осы машинаға. Ақтау не істеп жатыр бұны? Газ қойып алады, төрт объем, рассамы жасап жатыр. Жоқ, мал бар, малдар бар. Түйе, основном Ақтауды мен білетін түйе. Енді шөл далаға түйе шыдамды ғой бізде малдан. Төрт түрлік жануардан деген бұл. Мынаны, в принципе, керім енді, таза ер мінезді машина. Объемы так төрт, бұның рассамошысы где-то примерно 3 миллионның үстіне шығады, плюс-минус, мен білуімше. Тек құр рассамошқының өзі. 3 миллион 200 ба, может, жылына қарата 20 болса, скорее всего, жоғары болу керек. Потому что төрт объем бұның. Бізде Қазақстанда 3 объемнан жоғары, таста 3000 кубический сантиметр дейді ғой, содан жоғары болып кетсе, уже рассамош қымбат кетеді. Автоматом. Volkswagen'ді айтайықшы, Volkswagen хит болып жатыр ғой. Volkswagen кеше бір арзан Volkswagen көрсетіп, бәрі соны сұрап жатыр. Volkswagen негізгі мен алдында да бір ана бір көкс Volkswagen'ді көрдік қой, есігінде вмятина бар қой, алдыңғы видеода бір. Қара ан жақта жүргенде. Төмен жақ базардың жүргенде. Мынау 2020 жылы, мынау скорее всего 1.8 ба, 1.4 сияқты бәсе, мына мордасы бәрі уже басқаша. 2.5 болса, уже кішкене мордадан да бәрінен де білінеді негізі. Мынау 1.4, мынау DSG коробка болу керек. 1.4 әлсіз да? Негізі әлсіз DSG коробка болу керек 1.4 болса. Ана Шкода Супертарға, осы Volkswagen Passаттарға, Jettаларға салынды, Пололарға салынған жоқ онда. Бірақ сол что-то именно DSG коробка кішкене нелеу, әлсіздеу. DSG коробка бізге бармады. Бірақ мына Грузия жағын байқап отқан шығарсыз, полиция, жалпы жергілікті полиция немен, Шкодамен жүреді көбінесе. Шкода осы Volkswagen'дермен жүреді. Білмеймін, почему-то осындай. В целом жақсы, шумқы жағынан несем, бірақ 1.4-ін, 1.8-ін 2 дейтіндер ұсынамаймын өзім жеке басым. 2.5 жақсы, надежный мотор. Біздегілер китайский машинамен болған сияқты ғой да? Біздегі полициялар китайский машинамен болған сияқты. Біздікілер енді бюджеттен жак дегендерді бұрқытып отыр китайский машина. Енді көп болса, бір жыл жарым, 2 жыл оның әр кетсе емі тозығы шығады ғой сосын аукционмен бұрқытады дәлше. Так, мына та Volkswagen тұр, мынау салыстырайықшы. Мынауда да сол, басқаша екен. Мынау кішкене. Мынау еркектеу сияқты. Екеуі бірдей, мынау Passat болу керек мынауда. Passat болғанмен кішкене мынау басқашалау. Еркек сияқты еді. Осы бірдей, в принципе, мен бір жаман несін көрген жоқпын, но бір біздікілер мына не жақта мен бір байқағаным, жалпы былай зерттей келгенде осы машина саласында жүр. Бізде мысалы батыс өңірінде Камри дейм ба, например. Мына жоғар жақта да, мысалы Петропавл, Өскеменде почему-то Камри көп жоламайды екен. Павлодар жақта деген сияқты. Бір жақтар сол Мерсті нені қарайды, бір жақтар Лексусты ұсынады, бір жерлер
Mitsubishi, Nissan да жақсы нетеді. Мысалы Чымкент жағы Део мен Chevroletті жақсы алады дегенде ғой. Чымкенттен Алматы экспресске ауысып кетті уже. Алматы BMW мен Мерске қатты кетіп қалды, потому что олар уже Камриді нені алмайды, и как андай не ретінде қарайды уже. Айтсам екен. Более қалтасы көтеретіндер қазір Мерс пен BMW жақсы. Сондай болып кетті, сөйтіп өлшенетін болып кетті қазір. Иә, сөйтіп сондай бір кішкене. Сөйтіп бағаланады. Адамдар қалтасын содан біле береді дегендей ғой. Мынау мысалы біреулер о нету мүмкін, сұрау мүмкін, енді может быть мүмкін. Hyundai Kona дейтін машина. Біздер мынандай машина біздің нарыққа келмеген. Енді может келіп отырған болар, но в целом салоннан мен байқаған жоқпын мынандай машина. Hyundai Kona 4x4 екен. Негізі мына объемы кішкентай болады. Кішкентай, не, алды передний привод еді. Бірақ компактный, қаланың ішіне бір дамский машина десе де болады. Бізде Kona бар, басқаша емес пе? Сол жөн негізі Kona мен білуімше осы бір модель ол шықты. Но бір неге келеді? Байонға келеді Hyundai. В целом Байон, бірақ Байон кішілеу мынадан. Но Байонның бір алғасты жерден дүниесінің бәрі қымбат екен. Бір ДТП-ға түскен жақында таныс қыз. Не құр есігінің өзі почти 200 бірдеме мың деді ғой, соның екі есігін жыры өткен, ақыр жасатты үшін шпаклевкамен. Былай в целом не білмеймін, мынаның дүниесі қалай екен, но скорее всего для американского рынка сияқты полный привод болған аранда.